Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менен сіздерге тегін мастер-класс қазіргі таңда хит болып жатқан фисташковый пирогтың рецепті қабыл алыңыздар. Ал бастайық. Алдымен біз еліктен ұнымызды өткізіп аламыз. Үстіне шым-шым тұз, қопсытқыш, қант ұнтағын және де сары майды салып, жақсылап қолымызбен араластырып крошка жасайтын боламыз. Сары май бізге бөлме температурасында тұруы маңызды емес, бірден тоңазытқыштан алып қолдана берсеңіздер болады. Бізде осындай крошка пайда болды. Енді осының үстіне бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, қамыр жасайтын боламыз. Біздің сары майымыз бірден тоңазытқыштан шыққаннан кейін бұл жерде дұрыс бірікпей жатыр, бірақ та қолымыздың жылуымен ішіндегі сары май еріп, осылай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді салмасын дайындап аламыз. Оған дейін қамырды тоңазытқышқа сала тұрамыз. Салмасы үшін бізге творожный сыр керек болады. Менде калих, кез келген творожный сыр қолдана беруге болады. Оның үстіне қаймақ 20%, және де сгущенка. Сгущенка жақсы, өте сапалысын қолдану керек. Мысалы, Деп, Рогачев немесе Три желанияныкін. Одан кейін жұмыртқа және де фисташковая паста қолданамыз. Фисташковая паста кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Осылай барлығын қосып, блендермен езіп аламыз. Салмасы дайын болды. Енді осы салмасына шамалы түс беру үшін мен 1-2 капля краситель қостым. Негізі қоспауға да болады. Салмасы дайын, енді формасын дайындаймыз. Менде форма диаметрі 24 сантиметр. Дайындап қойған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жаямыз және формамызға орналастырамыз. Осы пирогқа керек барлық ингредиенттерді видеоның астына описанияға жазып қоямын. Егерде сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Видеода көрсетіп жатқандай қамырымызды жайып алдық. Енді осыны формаға жайғастырамыз. Осылай әдемілеп қолымызбен дұрыстап жібереміз. Жетпей қалған жерлеріне жеткізіп, барлық жерін бірдей қыламыз. Bir жері қалың, бір жері жұқа болмау керек. Осылай артық қамырын алып, енді салмасын қиямыз. Салмасын бір араластырып жіберіңіздер. Енді осы пирогымызды пешке салып 25-30 минутта пісіріп аламыз. Достар, осылай пирогымызды пісіріп алдық. Енді толықтай суытамыз. Мен мына жерде қант ұнтағын сүйіп жатырмын, бірақ бұл артық сияқты. Онсыз да әдемі болып көрініп тұр. Және де біз пирогымыз толықтай суығаннан кейін барып, кесіп, осылай дәмін көре берсеңіздер болады. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда да жақсы көптеген тегін мастер-класстар ұсынатын боламын.